Достар, осындай әдемі болып көтеріліп пісетін бисквиттің рецептісі керек болатын болса, достар, видеоны соңына дейін көріп тамашалап, менің арнама подписация жасап қоңырауына басып қойды ұмытпаңыздар. Достар, өте керемет, дәмі де өте ерекше болып шығатын осылай бисквиттерімізді жасайтын боламыз. Арасына крем дайындап, торт қылып жасасаңыздар да болады. Достар, өте әдемі болып көтеріліп шығатын болады. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер, достар. Көтеріліп шығуы 100% өзім сенімдімін, достар. Бізге керекті ингредиенттер: ұнымыз, разрыхитель, 5 жұмыртқа және шекеріміз ғана қажет болады. Бар жоқ осы 4 ингредиенттен керемет бисквит дайындайтын боламыз. Алдымен жұмыртқаның ағы мен сарысын осылай 2 бөлікке бөліп аламыз. Үстінен осылай сахарымызды, яғни шекерімізді сары бөлігіне азырағын салып, және ақ уызымызды араластырып жатып, шекерімізді аздап салып отырып, осылайша миксерлеп алатын боламыз, достар. Жақсылап миксерлейтін боламыз, көтерілгенінше, және осы массамыз өз ыдысында қатып тұрғанша жақсылап миксерлеп алатын боламыз, достар. Міне мен шекерімді бірнеше бөліктерге салып миксерлеп жатырмын, достар. Міне жақсылап осылай миксерлейміз. Қанша көп миксерлесеңіздер сонша жақсы, достар. Сонша біздің осы ақ уызымыз көтеріліп әрі қатты болып өз массасын ұстап тұратын болады, достар. Жақсылап осылай миксерлеп алатын боламыз. Міне, достар, дәл осындай массаға ену керек біздің ақ уыз, яғни белогымыз. Міне өз қалпында тұрады. Ыдысымызды міне төңкерсек те міне жерге төгілмейтін болады. Осылай өз қалпында ыдысымызда қатты күйінде осындай өз формасын сақтап қалады, достар. Енді жұмыртқамыздың сарысы мен шекерін оларды да біркелкі миксерлеп алатын боламыз. Жақсылап миксерлеп, біркелкі масса болғанша жақсылап шекерімізді ерітіп дайындап алатын боламыз, достар. Міне сарысы мен шекерімізді, жұмыртқаның сарысы мен шекерімізді араластырғанда дәл осындай масса шығу керек. Дәл осы массамыздың үстінен енді жаңағы жұмыртқаның ақ уызымен жасалған массамызды салып, жоғарыдан төмен қарай біркелкі етіп араластырып алатын боламыз. Осылайша бәрін бүйтіп салып алатын боламыз, достар. Барлық ингредиенттерімді, ұнымды қаншадан салғанымды, шекерімді қаншадан салғанымның барлығы осы видеоның төменгі жағында описание дейтін бөлімге қалдыратын боламын, достар. Көріп жасап көріңіздер. Осы рецептімен жасасаңыздар 100% өте жақсы болып бисквиттеріңіз көтеріліп дәмді торт жасай аласыздар, достар. Міне жоғарыдан төмен қарай жаймеңдеп осылай жұмыртқаның ақ уызы мен сары уызынан шыққан массамызды осылай араластырып алатын боламыз, достар. Енді араласқан массамыздың үстіне ұнымызды, яғни разрыхителімізді 2 чайный ложка, 2 шай қасықпен разрыхитель салып, ұнымызбен разрыхителімізді араластырып, жаңағы массамыздың үстіне аз-аздан салып алатын боламыз, достар. Бірнеше бөліктерге бөліп, осылай ұнымызды бөліктерге бөліп, осылай қасығымыздың көмегімен ұнымызды жоғарыдан төмен қарай осылай жаймеңдеп араластырып, бір масса болғанша араластыратын боламыз, достар. Ұнымның қалған бөлігінде салып араластыратын боламын. Міне бізде осындай масса дайын болып шығады, достар. Енді осы массамызды үйлеріңізде осындай торт жасайтын формаларыңыз болса 22 дециметрлік қылып, осылай астына пергамент төсеп, осындай массамызды құйып, асел пешімізге 180 градуста 30 мен 20 минутқа қоятын боламыз, достар. Міне осындай болып керемет болып ісіп, дәмді болып пісті, достар. Міне көтеріліп өте әдемі болып пісті. Енді осы бисквитімізді 3 бөлікке бөліп, арасына өздеріңіз қалағандай крем жағып торт жасасаңыздар болады, достар. Дәл осы менің рецептіммен жасап көріңіздер, 100% жақсы шығады. Менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар, достар. Егер де видео ұнаса, маған лайк басып, комментария жазып қойды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Алмагүл.